Құрметті тыңдарман, Санжар Керімбайдың Өзбек әлі және Мәдени Майдан кітабының аудио жазбасының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге ойыңызды бөлісіп қойыңыз. Алда тағы да қандай кітаптың аудио нұсқасын тыңдағыңыз келеді? Ой бөлісіп жаза кетіңіз. Өзбек әлі және Нұрсұлтан. Өзбекәлі Жәнібек тағдыр тағылымы естелігінде экс-президент Назарбаевпен қалай танысқаны жайлы мынадай мәлімет береді. Ол Украинаның Днепропетровск қаласында кәсіптік техникалық училищеде оқыған. Сосын Қарағанды металлургия комбинатында шойын қорытушы болып жұмыс істеп жүрген. Комбинатта істеп жүріп заводтың жанындағы ВТУ-ға оқуға түскен. Сөйтіп жүріп бұл кісімнің орталық комитетіне мүшелікке кандидат болып сайланып алады. Комсомолдың бір жиынына шақырылғанда бірінші хатшы ретінде жас делегаттарды теміржол вокзалынан күтіп алдым. Нұрсұлтан қалай десем, Алматыда съезде мені көрген ұмытып қалыпты. Сіз кім боласыз деген қарсы сұрақ естідім. Қасындағы жолдасы жеңінен тартып құлағына сыбырлап бірдеме айтып жатты. Нұрсұлтан Назарбаевпен осылай танысқан едім. Бұл 1962 жылдың сәуір айы. Содан 1970 жылдың аяғына дейін оның партия қайраткері болып қалыптасуы менің көз алдымда өтті. Ол кездегі тәртіп бойынша басшылар орнына қалдырып кететін резервтер дайындап жүру тиіс. Резервтің біреуі міндетті түрде жұмысшылардан алынатын. Сондай резервтің бірінде Назарбаевтың да кандидатурасы болды. Тезірек ысыла түссін деген ниетпен қасымнан қалдырмай, әртүрлі одақтық, республикалық жиындарға қатыстырып, үлкен мінберден сөйлетіп, үнемі өзімен бірге алып жүрдім. Бір жолы Ленин мавзолейінің мінберінде де бірге тұрдық. Ол оқиға былай болып еді. Бүкіл одақтық пионерлер шеруі өткелі жатқан. КПСС орталық комитеті саяси бюросының мүшелері тұратын мавзолейдің мінберіне ВЛКСМ орталық комитетінің бюро мүшелері де шақырылған. Кремльден шығып келе жатсақ, Никольск қақпасының аузында Нұрсұлтан мен механизатор Виктор Дубинин екеуі кездесе кетті. Нұрсұлтан мені көріп, аға, бізді қызыл алаңға жібермей тұр деді. Мен оған өзімнің пропускымды ұстаттым. Тек мавзолейдің мінберіне көтеріліп жүрме, ұят болады деп ескерттім. Қызығы содан кейін басталыпты. Бұл барып қызыл алаңның қонақтар тұратын мінберіне жақындаса, кезекші офицер пропускыны тексеріпті де, жігітім саған мұнда тұруға болмайды, анда бар деп мавзолейді нұсқапты. Ол сол жаққа таман барып тұрса, әлгі офицер келіп, жігітім, өзің қандай дарақ едің? Адамға өмірінде бір рет Ленин мавзолейінің мінберінде тұруға тағдыр қоса ма, жоқ па белгісіз. Ал сен болсаң, ол жаққа көтерілген келмейді. Мұның қалай депті. Сонан соң Нұрсұлтан мавзолейдің төменгі сатысына көтеріледі. Сол кезде ВЛКСМ орталық комитетінің хатшысы Турсуев Нұрсұлтанды мінберге шақырып алып кетеді. Мен сыр білдірмей қасына барып едім. Ол шығуын шықсам да, мұнда кімдер тұрмады дейсің? Сталинде тұрды ғой деп толықсып тұрғаным, деп сыбырлап. Мен оған енді қымсына бермей түзу тұр дедім де орныма кеттім. Ертеңіне таңғы 8 болмай жатып Нұрсұлтан келді. Қолында Пионерская правданың кезекті саны бар. Қуанышында шек жоқ. Фотоға түсіп қалғанын көрсетіп, кешегі көрген білгенін айтып ақтарылып жатты. Комбинатта жүргенде Назарбаевты Теміртау қалалық партия комитетіне нұсқаушылыққа ұсынып, артынша бекітеді. Бюро мәжілісінен шыға сала маған телефон соғып, осы жаңалығын айтты. Мен ренжіп, ау сонда сені нұсқаушы болуға дайындап жүрмедік, горновой болу да мақтаныш еді ғой дедім. Ол кері барып нұсқаушылықтан бас тартамын депті. Қалалық комитеттің хатшысы Катков бюро мәжілісін шақырып, қызметтен бас тартқаны үшін Нұрсұлтанға қатаң сөгіс жариялап, есеп карточкасына енгізеді. Нұрсұлтан маған қайтадан телефон соғып болған жайды баяндады. Мен дереу бірінші хатшы Акулинцевке хабарластым. Ол орнында болмаған соң, екінші хатшы Сұлтан Досмағамбетовке телефон шалдым. Егер жас коммунист көңілі соқпай ұсынған қызметтен бас тартса, оны дереу партиядан қуып, немесе қатаң сөгіс жариялап, есеп карточкасына енгізіп қою керек пе? Катковтың мұнысы сорақылық дегенімде, ол шұғыл шара қолданатынын айтты. Осылайша бұл мәселе шешілген. Кейін Назарбаев оң бағытпен де, сол бағытпен де емес деген кітабында Мәскеуге Павловқа телефон соғып едім дегенді айтады. Шамасы жұмыс басты болып ұмытып қалған шығар. Шынында олай емес еді. Оны сол кездегі обком басшылары да жоққа шығара қоймас. Бәлкім елбасы өзінің қазіргі тұғырының биігінен осындай ұсақ түйекте біз сияқтыларға қарыздар болып көрінуге қымсынғандықтан Павловқа сілтеп отырған шығар. Сұлтан Досмағамбетов істің адам еді.
Сол күні-ақ 4 сағат өтпей жатып, обкомның секретариядан шығарып, Теміртау қалалық партия комитетінің Назарбаевтың есеп карточкасына жазылған қатаң сөгісті бұзып, Катковтың өзіне қатаң ескерту беріпті. Мұны да маған обкомнан бұрын телефон соғып Нұрсұлтанның өзі хабарлаған еді. Оның «Аға, мұнан былай газовщик болып істейтін болдым» дегенін естіген едім. Араға біраз уақыт салып Назарбаевты Теміртау қалалық комсомол комитетінің хатшылығына ұсындым. Акулинцев оны көндіре алмағанын хабарлады. Нұрсұлтанның өзін шақырып сөйлестім. Ол ұсыныстың сізден шыққанын білмедім. Оның үстіне өткен жолы ондай қызметке баруға болмайтындай ыңғай көрсеткен едіңіз ғой, деді. Мен ол кезде бойдақ едің, институтты бітірмеген едің, стажың да, жалпы дайындығың да төмендеу болатын, дедім. Ол сосын барып мені түсінгендей болды. Сөйтіп қалалық комсомол комитетіне сайланды. Көп ұзамай-ақ Теміртау қалалық комитетінің екінші хатшылығына жоғарылады. Қарағанды металлургия комбинаты парткомына хатшы болып сайланды. Дәл осы сәтте менің өзімде Торғай облысына партия комитетіне ауыстым. Арқалыққа кетіп бара жатып Нұрсұлтан мен Жолшыбай Қарағанды әуежайында біраз әңгімелестік. Саған үлкен үміт артып отыр. Қазақстан магниткасының парткомына анау-мынау адам хатшы болып сайлана бермейді. Мәскеудегі, Алматыдағы басшылардың қай-қайсысының болса да есігін теуіп ашып кіре бересің, деп күлдім. Ол да тағдырына риза екенін аңғартқандай болды. Өзбекәлі Алматыға оралғасында Нұрсұлтан екеуінің арасы өте жақсы болған. Оны Өзбекәлінің ұлы Ниетжанның мына естелігінен аңғарамыз. 1975 жылы үйлендім. Ол кезде әкем халықаралық байланыстар бөлімінде меңгеруші болатын. Сол жылдары Алматыда қазақы нақышта той тойлау атымен құрыған еді. Әкем арнайы домбырашы алдырып, келініне беташар жасап, барлық игі жақсыға иілдіріп, сәлем салдырды. Үйлену тойым ресторанда дүркіреп өткен жоқ. Бәрін қосқанда 90 шаршы метр болатын 4 бөлмелі пәтерді ұйымдастырдық. Ағайын туыс тойға деп ауылдан бір қап күріш, бүтін бір қойдың етін арқалап келген есімде. Той алдында әкем тұла бойымызды өлшеп алды да тігіншіге барып, ұлы мен келініне қазақша ою өрнегін жарқыратып, ұлттық киім тіктіріп әкелді. Тойда келіншегім сәукеле киіп отырды. Әлі есімде, тойдың бірінші бөлімінде Мұхтар Шаханов тамада болды. Бірақ ол баяу сөйлейтін болғасын, тойды қыздырып әкете алмады. Жақсы ақын болғанымен мықты асабай емес екен. Екінші бөлімде тамадалық тізгінді Нұрсұлтан Назарбаев алды. Ол нағыз асабай екен. Елдің бәрін күлдіріп, отырысты қайнатып жіберді. Жануардың жүріс-тұрысын салып, анекдот айтып, қонақтарды күлкіге қарық қылды. Ойын ойнатып ешкімнің ішін пыстырмады. Әсіресе әйелдер жағы тамадаға риза болғаны сонша, шіркін, қандай жігіт, міне нағыз азамат деп, оның өнеріне тамсана қол соғып, аузының суы құрып әңгімеледі. Нұрсұлтан барлық қонаққа ерекше әсер қалдырды. Өзбекәлі тағдыр тағылымы кітабында мынадай дерек береді. 1989 жылы маусым айында Колбин қызметінен кетіп, оның орнына жоғарғы кеңестің төрағасы болып отырған Назарбаев жайғасты. Қуанышымда шек жоқ. Бірге жүрген, бірге өскен жан досыңа осындай сенім білдіріп жатса, қалай қуанбассың? Бірақ менің мінезімді әркім әрқилы түсінетінін білемін. Менде іштегі қуанышты сыртқа елірте салатын қасиет жоқ. Өзбекәлінің осы тұйық мінезі көбіне кері әсер еткен. Іштей қуанып тұрса да, асып тасқан эмоциясын лақ еткізіп тысқа шығара алмайтын. Бірақ ар ұяты мықты типтің бәріне осындай мінезден. Себебі тым жария көрінген эмоция көлденең көзге жағымпаздық сияқты көрінеді. Осындай қолайсыз атмосфера туғызбас үшін олар қолдауын сөзбен емес, іспен көрсетуге тырысады. Автор бүйде естелік айтады. Мәскеуден келген инспектор Назарбаевты бірінші хатшы етіп тағайындамас бұрын Алматыдағы орталық комитеттің барлық бюро мүшелерімен жеке дара кабинетте сөйлесіп, пікірлерін тыңдап шықты. Бюро мүшелері түгелдей Меңдібаевқа теріс баға берді. Менімен де жеке отырып 1,5 сағат сөйлескен инспектор бірінші хатшылыққа кімді ұсынасыз деп сұрады. Мен Назарбаевты ұсындым. Оны 1962 жылдан бері білемін. Көз алдымда үкімет басшылығына дейін өсті. Экономиканы да жақсы біледі. Тәжірибесі жеткілікті. Қай жағынан алсақ та дайындығы мол. Оған парапар келетін басқа адамды көріп тұрғаным жоқ. Кейіннен бюро мүшелері Колбиннің алдына шақырып мәселені алдын ала талқылағанда, шамасы Мәскеуден келген өкілмен 1,5 сағат сөйлескен соң, барлық ой пікірімді айтып жеткізгендей болып тыныш отыра беріппін. Өзгелер болса жарыса сөйлеп, оны көкке көтере мақтап, мадақтап жатты.
Мен сөз сұрайын дегенде кешігіп қалғанымды сездім. Қалай қарасаң да пендешілік қой. Нұрекең мені әдейі үндемей қалды деп ойлаған ықтимал. Солай бола тұра мәселеге қайтып оралып, жағымпаздана қалуды ыңғайсыз деп таптым. Ол да сыр білдірген жоқ. Осы сәтте Өзекеңе сақтық керек еді. Қуыс кеуде типтер кекшіл келеді. Олар мұндай үнсіздікті кешіре алмайды. Міндетті түрде ішінен бағыммен таласпақшы. Мені көре алмай отыр. Жолымды кескісі келеді деп есептейді. Қолына билігі бар қуыс кеуде пенденің қырына іліктің бе, аман құтылам деп ойлама. Өзбекәлі естелігін бүйдеп жалғайды. Колбиннің кейде ағынан жарылса ойына келгенін ақтара салатын әдеті бартын. Бір жол Назарбаев үшеуміз бірге отырғанда, сіздер осы потенциалды екі қазақ мені қолдамайсыздар деді. Мұндайда не айта қоярсың, үндемедік. Бірақ осы бір қас қағымда, бәлкім маған солай болып көрінген шығар. Нұрсұлтанның жүзінде бұған дейін өзіме беймәлім сезім ұялағандай болды. Осы естелікке қарап мына нәрсені ұғамыз. Ағынан жарылғанына қарағанда, Колбинде саяси интриганы жаман ойнамайтыны көрініп тұр. Ең потенциалды екі қазақ деген екі ауыз сөзімен екі лидерді екі жаққа жарып жіберген. Әрине жүрегі таза, ниеті түзу, иманы мығым типтерге интрига әсер етпеуі керек. Бірақ ниеті қисайып, биліктің буымен санасы улана бастаған пендеге мұндай жеңіл соққы оп-оңай өтіп кетеді. Өзінің ең потенциалды екі қазақтың бір екеніне көзі жете түскен пенде әлбетте жалғыз бәсекелесін құртуға кіріседі. Ал ақжүрек адамда арам ниет болмайды. О, пәни дүние-ай, мен бірінші басшылармен тепе-тең ұстауға тырмысып жүрген жан емеспін. Орталық комитетке хатшылыққа сайлана қоямын деген ойда үш ұйықтасам түсіме кірмеген. Мен үшін мәдениет министрінің лауазымы да жетіп артылады. Оған бұлар көне қойды ма? Билікке тырмысу тегі әлсіздерге тән қасиет болса керек. Өзім таңдап алған өмірлік қағидам, мақсат, мүддем бар еді. Солардың ұштығына шықсам да маған аздық қылмайды. Аса потенциалды екі қазақтың қатарына қосып, мына кісі арамызға залымдықпен от салып отырған жоқ па деген ойда қалдым, дейді Өзбекәлі. Әлбетте, Колбинде саусүйердің жапасы емес, саяси ортаның мүшелерін қасағана шағыстырып қоюдың шебері болуы да кәдік. Бірақ бәленің бәрін оған жауып құтыла алмаймыз. Неге? Себебі мәселенің ұшы билік тізгінін ұстаған ер азаматтың жүрегіне жабысатын шерде. Оны қазақша ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатады дейді. Елдің ертеңі не болады? Ұлттық мәдениет пен тәуелсіздікті ұстап тұра аламыз ба? Орта жолда рухани азғындыққа ұшырап, кейінгі ұрпақ көрінгеннің есігінде жалшы болып қаңғып кетеме деген уайым мен қайғы нағыз ердің көкірегіне шер болып қатуы тиіс. Осы шер ер мен ерді таныстырып, азамат пен азаматты ортақ істе тапсырады. Ішіне шер қатпаған билік құмар типтерді қуыс кеуде деп атайды. Қуыс кеуде басшы әманда өз жұртының сорына бітеді. Өзбекәлі естелікті бүйдеп жалғайды. Шымкентте болған бір кездесуде Колбин мені мақтап сөз сөйлепті. Ұзақ қол шапалақтау үстінде қызметіме ризашылығын білдіріп, сіздердің жерлестеріңіз орталық комитетке хатшы болып сайланғалы аса келелі проблемалардың дәйекті шешімін табуға бетбұрыс жасадық депті. Мұны естігенде Нұрекеңе, апырау, бірінші хатшыға осындай көпірме пікір айтудың қажеті бар ма? Оны әркім сансаққа жүгіртіп жүрсе ше, дегенімде, ол онда тұрған не бар деп күмілжіді де қоя салды. Осыдан ақ болашақ президенттің оның сондай болатынына менің күмәнім жоқ еді. Өзіме деген көзқарасының өзгере бастағанын сездім. Бұл жерде де Колбиннің сөзі аппақ болғанымен ниеті қара. Бар ойы екі ірі қазақты шағыстыру болды делік. Ендеше неліктен екі потенциалды қазақтың біреуі оның ықпалына түсіп, ағасына көзқарасы суи бастады. Естелікті әрі қарай оқысаңыз, экс-президенттің пиғылына түскен салқындықты анық байқайсыз. Менде бақталастық пиғыл болмағанымен бәсекелес адам болып көріндім бе қайдам. Әйтеуір арамыздан шынайылық кеткенін, бұрынғыдай ақылдасып, бірлесе қимылдаудан қалғанымызды аңғаруға болатын еді. Болашақ елбасының бәрін білемін деп өз ой түйсігіне сенгенімен адамдардың өзара қарым-қатынасының бір сөзбен айтып жеткізуге болмайтын осал жақтарын ұғынуға іс тәжірибесі жете бермейтін. Әйтпесе мен өзімді елдің жағасы, ұлттың ағасы ретінде
Кейбіреулер осылай деп дәріптеген екен. Көрсете қояйын деп жүргенім жоқ. Мұны түсіне қоймайтын лепірме жастықтың әсері шығар дейін десем, ол азамат та 60-қа қарай кетіп барады. Бірінші хатшымыздың, Назарбаев, қаламаған кісіні қабылдамайтынын, қабылдаса да көп күттіріп, діңкесін құртып, қалжырататынын бұрыннан білетімін. Бірде алдын ала келісіп барғанның өзінде сынықты сылтау етіп, мені де қабылдау бөлмесінде ұзақ отырғызып қойғаны бартын. Кабинетіне кіріп барғанымда, басқасын былай қойғанда жасым үлкен ғой, кешірім сұраудың орнына, кейде өзеке осылай бола береді дегенді айтты. Келесі бір жолы тағы да сондай қылық көрсеткен соң, көмекшісіне керек болсам айтарсың деп кетіп қалдым. Бірақ мені іздеген жоқ. Құрметті оқырман, өзіңіз де байқаған шығарсыз, саяси екі қайраткер сол күйі тізе қосып қимылдай алмаған. Тізе қосу үшін екі тұлғаны қосатын ұлттық мүдде, елдік сана деген ұғым көкіректен нық бекіп тұру керек. Сол кезде ғана мемлекет мызғымас тұғырға орнығады. Біздің сорымызға қарай сол жылы биліктің тізгіні қуыс кеуде пенденің қолына өтіп кетті. Ал жүрегінде шері бар нағыз қаһарман көкірегі өкініштен өртенген күйі бір шетте ығысып қала берген. Өзбекәлі және қайсар рух. Қазір көкіректен ғайып болған ұғымның бірі қайсар рух. Оның орнына жігерсіздік, жылауықтық, қайратсыздық, табансыздық, жауапкершілік арқаламайтын ездік, еркіндікке ұмтылмайтын бейшаралық, саналық түрде сілкінбейтін еріншектік басты. Қайсар рухты мүсіркеу тілейтін, жыламсақтықты семірте түсетін оңбаған бір термин ауыстырды. Ол балалық травма. Қазіргі заманда құндылыққа қанбай өсіп, жастай ойын-сауыққа ілініп, өмірдің мұратынан көз жазып, ақырында экзистенциялық фрустрацияға, іштей іру, ыдырау, ұрынып болмыс ретінде бөлшектене бастаған типтер көбейді. Ондай кісіге оқығаны да, оқымағаны да, бейсанаңда психологиялық жарақат бар. Шешең сені сәби кезінде сабаған ғой. Үлкендер ауыр жұмысқа жегіп, сенімен санаспаған. Содан басылып қалғансың деген сыңайдағы қыңыр диагнозды жаппай қоя береді. Мұндай қате көзқарас неліктен тез тарады? Жауабы қарапайым. Күрескерлікті жек көретін жалқауларға мұндай диагноз майдай жағады. Олар осы диагноздың саясында өзінің ит мінезін ақтап алады. Әсілі адам жай ғана биологиялық жаратылыс емес, оның бойында ғайыптан енген рух атты қуаттың ұшқыны бар. Діни мәтінде мұны бүй деп айшықтаған. Адамды балшықтан жаратқан соң, ұлық Алла өзінің болмысынан оған рух сәулесін үрледі. Соның күшімен адам періштеден үстем түсіп, ібілістен басқасы адамның алдында иіліп тәжім етті. Ғибратты ғұмыр үшін талас басталғанда рух сәулесі пендені инстинкттің ығына жібермей, трансцендентті әлемге өршелене ұмтылуға үндейді. Өмір үшін күрес сол кезде қызады. Осылай күреспесе адам жануарға ұқсап қалады. Бірақ мұндай күрестен делебесі қозатын адам саны қазір кеміді. Қиындықпен айқаса кетудің орнына кім менің басымнан сипап мүсіркейді деп жылаңқы көзімен айналасына жәутеңдеп қарайтын еркектер қаптады. Пана болатын еркегіміз мұндай жылаңқы болса жетіскен екенбіз, деп әйелдер жағы одан сайын түңілді. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Еуропада позитивизмнің күшімен діни институттар күйрегенде рухтың қайсарлығы жайлы түсінік қоса қирады. Сосын біздегідей батыста қиындықпен күресуге ыждағатсыз еркектер қаптап кетті. Қайсар рух ұғымы жоғалған кезде Зигмунд Фройдтың балалық травма жайлы тың теориясы күмәнсіз ақиқат болып шыға келді. Қиын заманда өмір сүрген кез келген адамның бейсанасында психологиялық жарақаттың болуы қалыпты құбылыс. Бала жастағы қорлықтан адам еңсесі басылып қалатыны да рас. Кәнігі мамандардың да өмір лентасын артқа айландырып отырып, бейсанадағы қандай да бір жарақатты жұлып алатыны ғылыммен дәлелденген шындық. Бірақ бұл амал барлық адамға жүрмейді. Қоғам алдында жауапкершілік арқалаудан өлердей қорқатын қоян жүрек типтер бейсанамда балалық травма бар деп өзіне тиімді диагнозды қойып алады. Ондай кісіге сенің мынауың не? Кері кеткен ситуацияны бетімен жібергенше күреспейсің бе десең, басың бәлеге қалады. Сол заматта өмірден көрген қорлығын айтып боздап қоя береді. Осындай жылауық мінезден мезі болған логотерапия ілімі
қайсар рух ұғымын ғылыми айналымға қайта келді. Өмірде бәрі болады. Тіршілікке түскен соң бірде ауырамыз, банкрот боламыз, апатқа ұшыраймыз, арбаға таңыламыз, кейде ажырасуға тура келеді. Енді біреу тумай жатып жетім қалады. Яғни адам қасіретпен ұшыраспай тұрмайды. Сол кезде бізге не керек? Оларды қорықпай қиратып, бұзып жарып өтетін қайсар рух керек деген девизді көтерді. Бала жастағы ауыр травма адамды өсірмей, тағдырын бірден анықтап, дереу жаншып тастайтыны рас болса, ол соққыдан Өзбекәлі Жәнібектің өмірі жанбай жатып сөнер еді. Тағдыр тағылымы мен басқа да естеліктерді қарасаңыз, оның балалық шағы ауыр өтті. Айтуынша шешесі 1936 жылы ерте дүние салған. Өзбекәлі жастайынан тұрмыс тапшылығын көреді. 1932 жылы аштықтың салқыны әлі соғып тұр еді. Ол заманда тойып тамақ ішу мұң. Үйден кетіп, интернатқа ауысқан соңда талқан үшін талас тартыс тоқтамаған. Жалпы 1920-1950 жылдары Өзбекәлі ғана емес, әлем жұрты тойып тамақ ішуге зар болып қалған. Әлемді шарпыған екі бірдей дүниежүзілік соғыс экономиканы күйретіп жіберген. Сондықтан осы кезеңде өмір сүрген кез келген жазушының кітабын оқысаңыз, аштық пен ас-ауқат шығарманың басты тақырыбына айналады. Бұл кітапта Өзбекәлінің өмірден көрген қиындығын тізіп жазып, мүсіркеуді көздемейміз. Бала кезінде оған салқын қараған ағайын туысын да жазғырып, сыртынан үкім оқып соттамаймыз. Сол заманда туып, қиындықтың ішінде жүрмеген соң, тоқ заманның күшімен қандай да бір баға беруден аулақпыз. Шындап келгенде бізді Өзбекәлінің бала кезінде қалай қиналып жаншылғаны емес, осыншама ауыр кезеңмен тұйық ситуацияны қалай жарып шыққаны қызықтырады. Адам болмысының қандай қиындыққа салып ессең де, сол қасіретті түбінде өз пайдасына шешіп алатын құдіреті бар. Мысалы, өгей шешесі Өзбекәліге кейде тізесін батырып жіберуі мүмкін. Болмашы балалығы мен шалалығы үшін ауыр сөз естіп, бәлкім шапалақ жеуде кәдік. Осындай қауіптен сақтану үшін ол барынша қателеспей, әр істі мінсіз атқаруға мәжбүр болған. Бұл мінез оның бейсанасына сіңіп, әр сәтте сақ отыруға, шамадан тыс кірпияз болып, тапсырған істі мінсіз атқаруға тырысатын адамға айландырды. Себебі онымен әріптес болған кісінің бәрі бүйдеп шағымданады. Өзбекәлі бізді ит қылушы еді. Әсіресе концепциялар мен қызметтік хаттарды тексергенде қанымызды ішетін. Алдына апарған құжатты үлкен қайшысымен қидалап, жөндеп жазып кел деп бетімізге лақтыратын. Бір хатты 10 рет жаздырады дейді. Біздің ойымызша, мұндай талапшылдық пен перфекционизм өгей шешенің қысымынан құтылу үшін бейсанасында қалыптасқан қорғаныс механизмі болса керекті. Барынша аз ұрыс естіп, мейлінше тыныш жүру үшін кез келген тапсырманы шырқау шегінен асырып орындауға міндетті. Осы мінезі миында шарттанып, есейген соң өлгенше серік болған шығар деп пайымдаймыз. Несі бар, өгей шешенің тепкісі де жеме-жемге келгенде қазақтың пайдасына шешілді. Шешеге қарсы қалыптасқан қорғаныс механизмі кейін мемлекеттік істерді мінсіз атқаруға себеп болды. Шешесіз өскені де тұтас алғанда қазақ мәдениетінің пайдасына шешілді. Киім кешегін өзі тігетін әдеті министр кезінде ұлттық киім үлгілерін жасай алатын шеберлік қырын дамытып жіберді. Зейнетке шыққасында немересінің концертке киетін ұлттық киімін өзі пішіп, өзі тікті. Әзірет Сұлтан музейіндегі жұмысшы қыздарға кесте тігуді өзі үйретті. Түптеп келгенде Өзбекәлінің де бейсанасында психикалық жарақат бары күмәнсіз. Бірақ мұндай жарақат адамның тағдырын түбегейлі шешпейді. Себебі психика адамның өзі емес, болмысының бір бөлшегі. Сан түрлі соққы алған психикаға оппонент болып болмыс ішінде рух сәулесі тұр. Мәселе рухтың қайсар мінезін іске қосып, жанына жабысқан жарақатты игілікті іске жұмсауында. Оның өзін ердің ері, жігіттің жігіті жасай алады. Болмыстағы рух сәулесі аманда тәуелсіз. Ол кез келген кедергіні қиып өтуге қабілетті. Ол үшін Құдай алдында, ар алдында, халық алдында моральдық жауапкершілік арқалап, мәдени майданға қорықпай кірсе жетіп жатыр. Сонда ешбір жарақат адамды орға құлата алмайды. Қоғамда мынадай бір парадокс бар.
Пысық ата-аналар баламды білімді қыламын деп қымбат мектепке беріп, репетитор жалдап, қайдағы жоқ пәндерді жастайынан сіңіріп әлек. Бірақ осындай балалар 16-17 жасқа жеткенде ерік жігері мен құлшынысын жоғалтып алады. Елдік сана, мемлекеттік мүдде деген ұғымды білмейді. Тіпті қара басын сүйрей алмай масқара болады. Өзбекәлі 1-ші сыныпқа барғанда 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып, мектептің мазасы қашады. Бір сыныпта 4-5 оқушы ғана қалған. Дәптер жоқ, үй тапсырмасын газет бетіндегі таза жолаққа жазуға мәжбүр. Алматыға келгенде орыс тілінен емтиханды әрең тапсырған. Осындай жұпыны жолмен білім алған жас өреннің 30 жасында орда бұзып, 40-қа жетпей СССР деңгейіндегі көрнекті көсем болуын немен түсіндіресіз? Бала кезінде көрген қиындығы неліктен ауыр тағдырын тұйыққа тіремеді? Осындай фактілерді сараптай келіп, ғалымдар қайсар рух ұғымын ғылыми ортаға қайта келді. Өзбекәлі бала кезінде алған бүкіл психологиялық жарақатына болмыстағы рухтың қайсар мінезін қарсы қойды. Қазақы тәрбиемен бойына сіңірген ұлттық құндылық пен туған жерінің бай тарихы оған болса кетті. Арыстанбап пен Қожа Ахмет Яссауи сияқты әулиенің топырағында дүниеге келуі де өмірдің асыл мұратын дұрыс көздеуге септесті. Арғы атасының бірі ел қонды датқаның 47 жасында Қоқан хандығына қарсы күресте қаза тауып, Әзірет Сұлтан кесенесінің ішіне жерленуі де оның рухани оянысын жылдамдатты. Туған жері Сарқамыстағы ауыл қарияларының көне аңыздан тартатын құнарлы әңгімесі де көкірегін хикметке толтырды. Серім ақсақалдың хатал һәм діни тәрбиесі де моральдық принциптерге бекем болуға жәрдемдесті. Оның осындай рухани қазынасы қазақ мәдениеті үшін күрескенде ұлт пайдасына шешілді. Өзбекәлінің бойынан көрінген ақыл парасатының бәрі қайсар рухтың шарапаты деп білеміз. Өзінен таяныш сұрап келген туыстың бәріне қарасып бақты. Шәуілдірдегі ағайындарын жиі зияраттап тұрды. Мектепте бірге оқыған сыныптастарын да ұмытқан жоқ. Ауылына барғанда о дүниелік болған марқұмдардың үйіне кіріп, көңіл айтып, Құран бағыштап шығуға тырысатын. Тағдырдың айдауымен Алматы облысындағы Есік қаласына көшіп кеткен ағайындарын іздеп барып, үйінде түстеніп кететін. Тағдыр тағлымында есімі аталатын Абан інісінің қызы Айғанымды студент кезінде жатақханаға тұрғызбай, пәтерінде жатқызып оқытты. Ет жақын туыстарын аралап, сұхбаттасып көрсеңіз, Өзбекәліден көрген қамқорлығы мен жақсылығын сағаттап айтуға дайын.